Сіз ана Шығыс Қазақстандағы Марал деген ауылдағы мәселені естідіңіз бе? Мынау алтын фабрикасына қарсы халық көтеріліп жатыр. Бірнеше рет хат жазды президентке. Бізді олигархтан қорғаңыз деген мағынада. Екі тарап өзгеру аргументін келтіреді. Әкімдік айтады, бізге инвестиция керек дейді. Бірақ сол жердегі жергілікті халық, сол ауылдан шыққан халық жалпы қарсы болып жатыр. Сіз осы мәселе жөнінде не дейсіз? Жалпы фабрика салыну керек па, жоқ әлде? Егер де бұл фабрикаға жергілікті жердің тұрғындарын жұмыс қалатын болса, солар тартатын болса, анау алыстан алып келмей, онда осыған байланысты сын критика біраз азаятын еді. Олар өздерінің жеріндегі игеріліп жатқан жаңа өндірістің экологияға сай болуына да тырысады. Мынау жаңа келген жауыздар, варварлар сияқты жаңа айуандықпен, қайуандықпен игеруді қоятын еді. Яғни сіз мәселенің шешімі бұл жерде жергілікті халықтың өзін сол өндіріске тарту болып тұрмаса? Бұл мәселенің шешімі емес, бұл мәселенің жеңілдетудің амалы. Егер де сол жергілікті халық сол өндірісте жұмыс істейтін болса, сынның азаятыны міндетті түрде ол. Естіп жатырмын. Өткен аптада депутаттар айтылып жатыр. Бұл енді мына экология комитеті бар біздерде, сол тарапта да қаралып жатқан болу керек. Сондықтан анықтағанын сол мамандарымыздан, сол комитеттегі әріптестерімізден сұраған жөн ғой деп ойлаймын. Бірақ бір нәрсе ескеру, егер расымен де біздің туған жерімізге зиян келіп жатса, қарапайым халықтың құқығы тапталып жатырса, оған жол беруге болмайды. Бұл басқаша дүние. Я глубоко не погружен в эту проблему, но я знаю, что есть такой аул, есть там золотоносные залежи, и я вместе с тем знаю, что Восточно-Казахстанский регион у нас крайне ослаблен, потому что он находится на границе с Китайской Республикой. Я знаю, что мы, по сути, обнажаем нашу границу. Я считаю, что, наоборот, нужно переселять туда людей. Я считаю, что, наоборот, нужно заниматься освоением природных ресурсов, а не замалчивать такие проблемы. Бұл мәселені қарап көріп отырмыз. Енді бір жағынан әрине Қазақстанға инвестициялар керек, бірақ екінші жағынан Қазақстан Республикасының конституциясында жер қойнауы халықтың меншігі деп айтылған. Сондықтан менің ойымша бұл жерде белгілі бір екі жаққа да компромисс керек, бірақ дегенмен де осы халықтың мүддесі көбірек болу керек. Яғни бұл жерде менің ойымша қазір инвесторлар халыққа түсіндіру жұмыстарын жан-жақты жүргізу керек. Инвестициялық жобаның жаңағы дұрыс ашық түсіндірілу керек. Сонымен бірге халықтың мүддесі ол ең